құрметті мынау осы Өзбекстандағы өзіміздің бауырлар. Енді бұл кезінде Оңтүстік Қазақстан облысы болған деп ол тарихта ешкім өшіре алмайды. Қазақстанға да алтын медальді олимпиадада алып берген ол осы жердің тұрғыны, осы жерде кіндік қаны тамылған Жармұхамбетов Әлжан ағамыз. Одан кейін Бақыт Сәрсекбаев осы жерде өсіп өнді. Одан бөлек міне қазіргі таңда ұлттық құраманың белді мүшесі болып жүрген Сәкен Бибісұновтың өсіп туылған жері ғой. Ал енді солардың жолын жалғастыратын жігіттер деп ойлаймын осы жерде тұрған. Келешекте жақсылап, тер төгіп, осы үлкен ағаларың, аталарың сияқты әлемнің, олимпиаданың чемпиондары болып, осы ағаларыңды, бапкерлеріңді, әке-шешелеріңді қуандырып, елімізге абыройлы болып жүрулеріңе шын жүректен тілектеспін. Қазақстан, Өзбекстан, бокста bu musobaqaga, u musobaqa ular keladi, biz boramiz, anshada. Конечно, biz radnoy bo'lib ketgan. Hozirga kelib o'zbek qozoq bo'lib ketgan. Oldin ota-bobamiz bir odam bo'lgan. O'zlaring bilasizlar. Gapira, unaqa odamlar o'sha foydasi yo'q odamlar. Ana foydasi tegmaydigan, ular yaxshi bo'lishni xohlamaydigan odamlar. Bor yaxshi bo'lishni xohlaydigan odamlar. Biz yaxshi bo'lishni xohlaymiz. Ular yaxshi bo'lishni xohlamaydi. Masalan, Qozog'istonning komandasi bolalari men uchun baribir uchinikdayda, meni shogirdlarimday. Ular meni yaxshi ko'radi. Masalan-da, bizniki ham ularni og'aylarini hammasi yaxshi ko'radi.